Ya dostlar, biz aportqa keldik. Қазір aportqa kelib, qizlar o'zlariga kiyim tanlab shopping жасайтын bo'lamiz. Al dostlar, biz aportqa kirdik. Yerasil da бар қасымызда. Қазір мына жақта дефакто бар. Қазір мына жақта дефакто бар. Дефактоның ішін кіріп көретін боламыз. Бүгін понедельник болғаннан кейін адам аз. Осы biz әдейілеп осы понедельник будний күндерге келдік. А то суббота, воскресенье, пятница күндері адам өте көп болады. Түнде, кешке. Сол себепті біз будний күндерін таңдап келдік. Қазір мына жақта қандай қызықтар бар, қандай әдемі киімдер бар, барлығын сіздерге көрсетіп бөлісетін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Лайк басып, коммент жазып, бізді қолдап кетіңіздер. Ал біз детский жаққа келдік. Қазір қыздар өздеріне ұнағандарын таңдайды. Қыздарға бүгін, короче айтқанда 24 сағат дейміз ғой. Өздеріне шоппинг жасайды. Өздері не керектігін алады. Ерасылға да алып береміз. Носки. Бетіне жер көгеріп қалған. Есікке соғып алған Ерасыл. Стич. Достар, біз бәріміз сол скетчті ұнатамыз. Аппақ емес па? Наңғасына стичін әдемісін? Саған сол ұнай ма? Апошқа ма бұл? Бұл қыздардікі ғой? Бұл тиме, Ерасыл тиме. Бола ма? Әдем екен, ә? Соны алайын ба? Осындай нелерің бар емес пе? Оны шалбар. Мына жақты көрейін. Бұл жақ кет. Көйлектер. Сендер ұнағандарын примерно көрсете беріңдер, сосын размерін тауып көретін боламыз. Маған нау деп айтыңдар. Әдем екен. Маманың қараңыздар. Жазғы көйлектер ғой, Носки масаған мақұл. Қойып қазір аламыз, манки аламыз. Ерасыл носкиді манки дейді. На футболка әдем екен, маған ұнап тұр. Айсәлінен қайтын алдын қоя тұрш қазір. Қазір аралап бір көріп алайық біз. Біз алдында киген кезде онша футболкадан выбор таппағанбыз. Мына жерде қараңыздар, достар. Бірге сатылатын 3990 теңге. Жоқ, мына джинсы бөлек қой дәрі. Мына джинсы 13 мың теңге. Футболкадан неше түрлі выборлар келіпті. Қырсаңыздар маған бірақ сыймайды. Қазір қыздарға осы жерден ұнағанын таңдап, размерлерін таңдап көретін боламыз. Wednesday, Barbie, Harry Potter, Kuromi, Stitch деп қой. Бәрі бар екен. Саған сол носки ұнап тұр ма? Жұқасын алайық та жазға. Жазға жұқасын алайық та. Апош деп інісін ойлап тұр ғой бұл. Қазір, в общем, достар, осы дефактың үшін асықпай көріп, қыздарға керекті заттар алатын боламыз. Ал достар, біз осылай киімдер таңдадық. Қыздар барлығын өздері киіп көрді. Қазір мінеміз. Мына жақта папамызға, Жансудікі, Ерасылдікі, Алпамыздікі бәрі бар. Айсудікі. Айсу ар жақта өзіне таңдады. Барлық киімдер өздеріне ұнады. Киіп көрсетсеңдер себедім. Қойшы, мама көрсетпей қояқшы деп сөйтті. Үйге барғаннан кейін распаковка жасап көрсететін боламыз. Примерно көрсете салайын. Үйге барғаннан кейін барлығын ашып, распаковка жасайтын боламыз. Өздері таңдады, қыздар оның барлығын. Одан ма өздеріне таңдағандары? Осындай мультяшный футболкалар көп екен. Пока что осындай покупка. Қазір тағы да көреміз, қандай нелер бар екен.
Ерасыл пойызға мінем деп жылап жүр. Бұған киім қызық емес, бұған пойыз қызық болып тұр, иә? Иә, қазір пойызға мінеміз. Дария осында өзіне бір футбол көріп тұр тағы да. Болды ма, нап тұр ма? Онда қараны не істейсің? Осыны аласың ба? Болды, осы сен размерін сияқты. Жүр. Мәна вешалканы алды. Осың әдемі olsun дейді Дария. Ал достар, біз осылай покупка жасап болдық. Қандай суммаға покупка жасады деп ойлайсыздар, достар? Комментария жазып кетіңіздер. Қыздар барлығын өзінің қалағандарын алды. Енді қазір мен өзіме көретін боламын. Іздеген нәрсемді табам ба, таппайым ба, енді көреміз қазір аралап. Ал достар, пойызымыз келе жатыр. Қазір осы пойызға отырып, балалық шақты еске алып, апорттың ішін аралайтын боламыз. Қыздарына жақта қазір әкесі төлеп, осы пойызға отырамыз қазір. Ооо, деп шулап. Ерасыл жүр. Біз пойызға отырдық. Бір шынымен пойызға отырғандай болды, қошулап. Әкесі ар жаққа отырып қабет, қыздар шулап кетті ғой. Ерасыл, привет де. Привет. Отыр. Ерасыл осындай машинаға отырамыз дейді. Toyota. Мен мамам жақта Зарада киім таңдап жүр. Ал мен осы жақта жүрмін. Киімді мамам алды. Қара, жел киім екінші күтіп отыр мен мамамды. Ал достар, біз алған затымызға осылай мини распаковка жасап жіберейік. Мына жерде бізде бірінші тұрған бұл Жансәуленің екі футболкасы, көк және фиолетовый и джинсы. Так, бұл кофтаны, бұл футболканы 3000 теңгеге алды. Почему-то арзан, бірақ качествосы әдемі екен. Келесі футболкасы Stitch, күшті, мультяшный, яркий цветтер. Stitch'ті 5000 теңгеге алды. Еще бұның арты вообще күшті, достар, қараңыздар. Артында осындай Stitch'тің суреті бар. И осындай джинсы шалбар алды, 3 қыз бірдей қылып. Матасы жұмсақ, жұқа. Бұның бағасы, бұның бағасы 11000 теңге ма сондай. Қазір екінші қыздың бағасын көреміз, сол кезде айтатын боламын. Жансәуленің киімі осындай. Келесі киім бізде Дариянікі. Дария бірінші футболкасы осындай Барби, розовый, яркий. Бұның бағасы 4000 теңге. Келесі футболкасы осындай спортивный. Бұның качествосы вообще күшті екен. Бұның бағасы 6000 теңге. Екі футболка алды. И осындай Дарияда джинсы алды. Матасы жаңа айтып кеткенде жұқа жазға бар жоғы білінбейді. Бұның бағасы 11990. 3 қыздыкілі джинсылары бірдей. Жансәуленің цене көрінбей қалған, қағазын жұлып тастаған ба, бұның да бағасы 11000 теңге. Келесі бізде Айсәуленің киімі. Айсәуле осындай серый кофта алды. Бұның бағасы нәже басқа бір бағамен жазылып тұр. Бұның бағасы да, по-моему, 5000 теңге. Өйткені бұл новинка болып шығып жатқан. Бұның артын қараңыздар, достар. Яркий, әдемі. Бірінші футболкасы осындай Айсәуленің. Екіншісі осындай ақ түрінен алды. Бұның алды осындай екен.
Артында бұның сурет жоқ. Так, бұның бағасы 4 теңге. И келесі осындай джинсы. Бұл да тура сол баға. Өз қалауларын алып, өздері ұнатып, өздері киіп, таңдап киіп көріп алды. Ал енді екі ұлдың киімін көрсетейін. Бірінші бізде Ерасылдікі осындай двойка. Осындай шортымен Marvel. И футболкасы қараңыздар. Күшті, я прям. Өзімізге қатты ұнады. Бұның бағасы да 11.000 теңге. Цветі де еще әдемі. Келесі Ерасылдың киімі осындай. Осындай двойка алып бердік. Ал как штапель. Штапель. И на шорты да жоққа прям. Аның матасы вообще жұмсақ. Так, бұның бағасы 12.000 теңге болды ғой деймін. Я 12.000 теңге болды. Қағазын жұлып тастапты ғой. Әдемі жұмсақ. Ары бері қыдырғанға, ертең Кентауға барсақ киетін болады. Апамызға осындай футболка алдық. Матасы жақсы екен, жұмсақ. Бұның бағасы 3.000 теңге. Инондай джинсовый шорты алдық. Бұның бағасы 6.000 теңге. Белін осындай специально резинкаға алдық. Киіп шешуіне ыңғайлы болсын деп. Осылай футболкамен подбирать етіп алдық. Апамызда әлі киілмеген новый киімдер көп. Сол үшін тек осылай бір двойканы ғана алдық. Екеуін двойка қып. Ал мына келесі футболка Ерасылдікі. Цветі де необычный. Бұның бағасы 3.000 теңге екен, достар. Артында осындай жазуы бар. Ал достар, біздің алған киімдеріміз осындай. Қыздардікі, ұлдардікі, мына жақта носкилер. Осы покупканың барлығы, достар, 117.830 теңге болды. Өздеріне қатты ұнады. Осылай яркий киімдер алдық. Ал құтты болсын, ыстық денелерінде тоссын. Біздің видеомыз соңына дейін жетті. Достар, осы видеоны лайк басып, коммент жазып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер.